Сәлем. Өте керемет болды. Я біз 91 өзімен көрістік. Суретке Оны түстік. айтып жеткізу мүмкін емес, өте керемет болды. Айтқан әуендері де күшті болып өтті. Және де Жанар Дугаловамен бірге олар ән айтты, ол да өте күшті болып өтті. Залда жиналған көрермендердің жартысынан көбі Иглздар болды деп айтуға болады. Тіпті концерт басталмай тұрып, олар залда уже толып отырды. Плакаттарынан қарадық. Әртүрлі залдың әртүрлі шет-шеттерінен Иглз деп айғайлап жатты. Қыздар өте қолдау күшті болды деп ойлаймын. Менің ойымша оларға да ұнады деп ойлаймын. Мысалға мен отырдым, менің қасымда бір ер адам кісі отырды, оның жанында екі қыз отырды. Олар біз Иглздар 91 шыққан кезде, қолдау көрсеткен кезде таң қалды. Не деген күшті фанаттар деп, олар да сосын айғайлады. Не деген ғажап топ деп айтты. Ал біз отырған орынның қасында барлық концерттің жаңағы дауысын, звуктарын реттейтін адам отырды. Ол барлық жаңағы жұлдыздар шыққанда ондай қолдау көрмедім деп бізге таңқала қарады. Және де қасымыздағы қыздар да отырды. Олар Иглз емес, бірақ оларға да олар қатты ұнап қалыпты. Сосын тыңдаймыз деп айтты. Концерттің өзінде де көптеген Иглздармен танысып үлгердік. Да, күшті болды. Бас жағында хореографиясы басқаша болды. Хореографиясы басқаша болды. Жігіттердің киімдері керемет болды. Және басындағы қосқан Биботаға рахмет, киімдері керемет. Басында олар әндерін кішкене өзгертіпті, күшті болды. Бас жағында әуендерді қосқан ремикс. Декабрь кезінде болды ғой. Келді ғой презентация, сол кезде қызық оқиғалар болған. Фанбойлар 91 концертті қазір келеміз деп жоқ болып кеткен болған, үзіліске шығып кеттік деп. Сонымен концерт бітіп қалған себебі Иглз өте көп болды Меганың ішінде. Сосын фанбойлар сыртқа шығып жаңағы жігіттерімізді іздеді 91-ды. Сондай қызық оқиғалар болған. Жаңа бағытта шыққандарыңызға рахмет. Қазақстанның қазақ тілін дамытуға үлкен үлес қосып жатыр. Бұрында көбінесе орыс тілін қолданатынбыз, ал бір-бірімізбен ауызекі сөйлеу кезінде. Қазір мен өзім қазақ тіліне ғашық болып жүрмін. Және де қазақша сөйлеуге тырысамын көбінесе.